Қалай ғашықтарыңмен бірге тойлап үлгердіңдер ме? Кіммен құпия болмаса? Жалғыз? Жарайды. Сәлем адамдар, менің есімім Азамат, бұл Қайшы. Бүгін 3-ші эпизодта қалай қызды сындыру керек деген тақырыпқа арнайын деп жатырмыз. Кеттік. Аш күлер, тоқ күлер, көк күлер, жоқ күлер, сен емал күлер, сен мамаң, майерван күлер, күн сол. Бастамас бұрын каналға жазылып, қоңырау белгісін басып алуды ұмытпаңдар деп айту керек, міндетінен құтылып алайын. Әйтпесе диар жылайды сендер жазылмасаңдар. Ал біз жалғастырамыз. Асылында бұл қызды сындыру дегеннен гөрі қарым-қатынас кезіндегі адамдардың қолданатын позициялары деген дұрысырақ. Хотя әңгіме біреу. Кез келген қарым-қатынас қандай да бір келісімдерден пайда болады. Бірнеше мысал. Клиент пен дүкеншінің арасындағы қатынас ол сен маған ақша бер, мен саған нан мен сүт берем деген келісімдер тұрады. Ит пен оның иесінің арасындағы қатынас сен маған тамақ бер, үй бер, мен саған қойларыңды бақып берем деген келісімдер тұрады. Мемлекет пен азамат арасындағы қатынас сен маған салық төле, мен саған мектеп салып берем, аурухана салып берем, жол салып берем деген келісімнен тұрады. Осылай шексіз жалғаса береді. Осындай келісімдерде әр субъекттің алатын позициясы бар. Осы позицияға сай олардың атқаратын міндеті және қол жеткізетін игіліктері болады. Ал міндетті орындамай қалсаң, игілік те болмайды, келісімің де құлайды. Сәйкесінше қатынас та бұзылады. Адамдар арасындағы романтикалық қатынасқа келсек, онда біз өзіміздің және қоғамның жасап берген өте қызық келісімдері және тым бір түрлі позицияларды байқаймыз. Классикалық еркек образы қызды өзіне сындырып алатын, бағындырып алатын, ғашық қылып алатын, басын айналдырып алатын аңшы ретінде сипатталады. Классикалық әйел образы қолжетімділігі төмен, үйден шықпайтын, жігіттермен сөйлеспейтін, ибалы және құндылығы жоғары, ерні ешкімге тимеген, қыздығы алынбаған олжа ретінде бейнеленеді. Қысқаша, аңшы терлеп жүріп барлық күшімен қол жеткізуі керек, және сонда керемет олжаға кенеледі. Бұл жай ғана образ емес, қазіргі елдің көпшілігін ұстанып отырған позициялар болып тұр. Неге бұндай позициялар қате? Бірінші, өйткені бұл спектакль. Екеу бір-бірінің не істеу керек екенін, бір-бірінен не күту керек екенін біліп отырады. Осыған сай жігіт қыз болса, онда ол дұрыс, егер сай емес болса, дұрыс емес болып саналады. Ал рөлді дұрыс сомдамасаң болмайды. Еркек болмай қаласың. Екінші, максимум манипуляция. Қызды қаратып алу үшін барлық нәрсені жасайды. Максимально бүкіл нәрсені жасайды, солай идеал болып көрінеді, және қызды өзіне қаратып алғаннан кейін бұл нәрсенің ешқайсысы қалмайды. Қол жеткізгеннен кейін олай істеудің мәні жоқ. Өйткені олжаға қол жеткізіп қойдық қой. Сондықтан уже қарын шығара беруге болады, үйдің ішінде осылай беруге болады, боқтай беруге болады. В общем, бетпердені шешуге болады. Қыздарға қатысты дәл сондай жағдай. Кезінде боянып, сыланып, майысып жүрген қыздарын кейінірек оның бірде қалмайды. Үйде мұртын қырмай жүре беруге де қарсы емес. Қол жеткізгенге дейін сындыру үшін, өзіне қаратып алу үшін жасалатын барлық әдемі әрекеттердің бәрі манипуляция деп аталады. Үшінші, өзің қаламайтын нәрселерді істеп, өзің қаламайтын бетперде тағуға мәжбүрсің. Ең жақсы олжаға ие болу үшін ең қымбат көлік алып, пресс шығарып алып, кредитке той жасап жүрген аңшылар және фигурасына уайымдайтын, макияжсыз жүре алмайтын, өтірік походка жасап алатын және көтенін шығарып суретке түскенді жақсы көретін олжалар пайда болады. Есіңе кім түсіп жатыр? Грубо айтқанда, бұндайлардың бәрі бақытсыз біреулер сияқты болып көрінеді маған. Сонда, нормальный қатынастар, нормальный келісімдер деген қандай болады? Бұндай қатынастардың субъекттері барынша еркін және тең позицияларда болады. Біреу сындырып алған үшін қатынасқа түспейді. Немесе мен қашан біреу сындырып алады деп күтіп отырмайды. Ерте сынып қоймауым керек деп өтірік қатайып жүрмейді.
жоқ, бұл жай майысып отыр, жоқ дегені я дегені ғой деп артынан жүгіріп мазасын ала бермейді. Олар тек осы қатынасқа түскісі келгені үшін ғана түседі. Және басқа екінші адамның қарсы болмаған кезде ғана түседі. Басқа жағдайдың бәрінде бұлар да, мен де бұл қатынасты дұрыс емес деп есептейміз. Келісімге қатысты маңызды нюанстар бар. Мысалы, отбасында сен үйге көп тамақ алып кел, ақша алып кел, а мен үйде отырып бала бағып отырам деген келісім болуы мүмкін. Сол сияқты екеуміз де қалаған нәрсемізді істейміз, қалаған уақытта клубқа, балыққа, саунаға барғымыз келген кезде барамыз деген келісім болуы мүмкін. Осылар және бұдан басқа кез келген басқа адекватты келісімнің мысалдары болуы мүмкін. Оларда ешқандай проблема жоқ. Тек ұмытпауымыз керек екі нюанс бар. Бірінші, бұл келісім екі жақты да қанағаттандыру керек, екі жақта өз еркімен осындай келісімге келген болу керек. Және кез келген уақытта бұны тоқтата алатындай мүмкіндікке ие болады. Және екінші ең маңызды нәрсе, келісімдегі позициялар қоғамдық стандартқа, дәстүрге, досының айтқанына байланысты емес, тек өзінің қалауларына ғана қатысты болу керек. Еркек бола тұра үйде отырып бала бағам десе, вообще no problem. Үйде бала баға берсін. Егер бізде жарнама болса, онда осы жерде тұрушы еді. Позицияларға қатысты нюанс. Расында, бұндай позициялар, бұндай образдар жайдан жай пайда болған жоқ. Және адамдардың барлығы ақыл ауысып кеткен үшін осы образдарға кіріп кеткен жоқ. Сондықтан, бұндай образға ие адамдарды кінәлай алмаймыз. Өйткені бұның өзіндік бір романтикасы бар. Елестетші, сен үшін 1040 жігітпен төбелесіп, 1040 километр жаяу батпаққа батып жүгіріп келіп, және 1040 гүлшоғын жинап саған сыйласа, қандай керемет, әдемі естіледі. Құрбыларыңа мақтанып айтқанға да жақсы. Бірақ ұмытпау керек тағы бір кішкентай ғана нюанс бар. Бұл әрекеттердің ешқайсысы маңызды емес. Эмоция мен сторителлингке ғана пайдасы болуы мүмкін, бірақ нағыз қатынас үшін ешқандай маңызы жоқ және ештеңеге кепілдік бола алмайды. Әсіресе бұл адам өмірінің соңына дейін дәл солай істеп кетеді дегенге ешқандай кепілдік жоқ. Сонымен маңызды емес нәрселердің бәрін анықтап алдық. Сонда не маңызды азамат деп сұрайсың? Бірнеше нәрсе айтамын. Бірінші, сол адамның өзі. Сені сындырып алу үшін жасаған әрекеттер бұл адамның нағыз бет-бейнесін көрсете алмайды. Бұның орнына сенімен сөйлескен кезде қалай сөйлеседі, сені қалай құрметтейді, саған махаббатын қалай көрсетеді, даяшымен қалай сөйлеседі, принциптері қандай, әдеттері қандай деген сияқты көптеген маңызды сұрақтар бар және осылар ғана шын мәнінде маңызға ие. Адамдар әртүрлі және сен сынып қалған кез келген адамды өзгертіп алудың орнына жай ғана саған уже сәйкес болып тұрған адамды табу керек, таңдау керек. Басқа адамдарды өзгертуге болмайтын бәріміз білеміз ғой, ну-ка астына жазып кетіңдер. Екінші, сол адамның екеуінің араңдағы қатынасқа деген көз қарасы маңызды. Сен досым деп жүрген кезде ол саған ғашық болып жатса, сен ғашық болып жүрген кезде ол саған ағам деп қарап жүрсе, онда онша емес қатынас. Осы бір қатынасқа екі жақты көзқарас максималды ұқсас болған кезде ғана бұны біз денсау қарым-қатынас деп атай аламыз. Үшінші, сезім. Нақтырақ болса, сен ол адамның қасында өзіңді қалай сезінесің? Ол адам жоқ болса ше. Ал сол адам
өзін қалай сезінеді. Төртінші, сыртқы факторлар. Оның руы не, туған жері қай жақта, Наруто көрген бе, Нұр Отанның мүшесі ме деген сияқты сен үшін маңызды болуы мүмкін әртүрлі екінші деңгейлі сұрақтар. Бұл нәрселер өмірлік маңызды деп айта алмаймыз, бірақ сендердің өмірлеріңді жеңілдететін мүмкіндігі бар, немесе қиындатады. Сені сындырып алу үшін жасаған әрекеттерін емес, жоғарыдағы пункттерге қара. Романтиканың үстіне шығып алып, көзді ашып қарау керек. Өйткені манипулятор мен абьюзерлар сен армандайтын өмірді оңай-ақ қолдан жасап алады. Бірақ соңында маңырайтын өзің ғана. Осыны ұғып қалсаңдар екен. Осыны ұғып алыңдаршы, пожалуйста. Ұғып қалдыңдар ма? Онда кеттік. Көп жағдайда қыздар мен жігіттердің сынып қалу факторлары екі түрлі. Нақтырақ айтсақ, жігіттер қыздардың болмысына, ал қыздар жігіттердің әрекетіне сынып қалады. Яғни, жігіттер қыздың фигурасына, шашына, түріне қарайтын болса, қыздар ол маған қалай сюрприз жасайды, ол сыйлық бере ма, төсекке таңға салып келе ма, гитара ойнай ала ма деген сияқты әрекеттеріне қарайды. Енді ең қызық моментке келдік. Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын жігіт бар деген сөзді естіген боласың. Расында, осы бір адамдардың өмірінде бұл теория расымен жұмыс істейді. Бұл қағида именно осы қыздарға жұмыс істей береді. Және егер бұл қыздар жігіттерге сыну факторларын өзгертпей ұстап тұра беретін болса, әлі де жұмыс істей береді. Түсіндірейін, қыздар жігіттің принципіне, өздеріне, құндылықтарына емес, жай ғана әрекеттеріне қарайтын болса, онда жігіттер айтады: окей, мен онда идеал ханзада бола салайын, ол үшін мына нәрселердің бәрін істей салам. Окей? Яғни, жоғарыдағыдай әрекеттерді кез келген жігіт жасай алады, егер қаласа. Ал олар неге қалайды? Өйткені олар біледі, қыздарға керегі осы. Олар менің жан дүниеме ешкім қарамайды, олар менің ақшама, көлігіме, жұмысыма қарайды, сондықтан осындай образды жасап алайын, ал жан дүние ешкімге керек емес деп ойлайды. Содан кейін өзіміз әбден естіп үйреніп алған сценарий жүзеге асады. Жігіт үйленгенге дейін идеал болады, үйленіп алғаннан кейін бірден масканы шешеді де, қарапайым орташа статистикалық күй болады. Неке куәлігін қолға ала салысымен қарын шығарып, тек футболды ғана көріп, романтизмнің иісі де қалмайды да, тек сол бір ханзададан инстаграмдағы фотоның архиві ғана қалады. Бұл оқиғадан манипуляцияның иісі шығатыны рас, және бұл бекер емес. Расында да солай ғой. Және бұған жігіттерді кінәлауға да келмейді. Жігіттер жай ғана қыздарға керегін жасаймын деп маска тағуға мәжбүр болса, керек емес кезде ол масканы өмір бақи тағып жүрмеу деген шешімді қабылдаса, анда бұл табиғи құбылыс деп санаймын. Ал қыздар болса, олар жай ғана дорамадағыдай күшті жігітті армандауға құқылы. Енді бәріміз бірігіп іске асыруымыз керек бірнеше мәселе бар. Біріншісі, ешқашан идеал адам болмайтынын түсіну. Оның орнына бар варианттардың ішінен сол идеалға ең жақын келетін ғана таңдау. Соның өзінде жетпей жатқан жерін жеткізіп жіберуге де болмайды. Бұл бәрі күшті, тек мұрын шықмағанда ғой деп ойласаң, екі вариант бар. Солай мен қабылдап, мұрын шыққанына қарап сүйсінуге болады, мұрын шықмайтын басқа біреуді тауып алуға болады. Бірақ никак бұл адамды мұрын шықмайтындай қылып өзгертуге ұмтылуға болмайды. Категорически болмайды. Екінші мәселе. Стандарттар мен құндылықтарды басқаларға қарап емес, өзіңнің қалауларыңа және құндылықтарыңа қарап қана құрастыру керек. Шашы ұзын жігітті ұнатуға болады, бірақ мен солай болған үшін ғана емес. Өзің солай қалағаннан ғана. Кингсмандар мен инстасамкалардың өмірі иллюзия екенін ұмытпау керек. Бұны түсінетін уақыт әлде қашан өтіп кетті. Адамдар жай ғана күні бойы бақытты, өмір бойы успешный болып жүре алмайды. Просто физически олай істей алмайды. Болды. Сонымен түйін. Қызды сындыруға болмайды. Егер біреуге сынып тұрсаң, өтірік қатайып, пусть меня добьется деуге
болмайды. Бірге сынып тұрсаң, оны айтуға болады, және басқадан оны күтуге болады. Егер сен сынып тұрған кісі саған қарамай қойса, ну и нахер его. Поверь мне, это к лучшему. Және ең бастысы, аңшы мен олжаның позициясында емес, адам мен адамның позициясында ғана қарым-қатынас құру керек. Адам болам десеңіз. Осы жерге дейін көруге шыдамдарың жеткен болса, онда бұл видео сендерге ұнады деген үмітіміз бар біздің. Енді бұл Диар мен Азамат деген екі чувакты қалай қолдаймыз деп ойлап жатқан болсаңдар, сендерге оңай болсын деп донат шотын ашып қойдық. Ол шоттың сілтемесін біздің сипаттамадан көре аласыздар, және сол арқылы бұл контенттің ұзағырақ өмір сүруіне ат салыса аласыздар. Сол